Менің Галинаға жақындамай таныспауыма бір себеп бар деп жауап кетті. Ол себеп мен болады. Мен айттым Алиге, Галинаға сезім бар, бауырым өтініш. Қатты бір жақындамай қоясың ба, араласпай қоясың ба деген сияқты. Галинаға деген көзқарасы оң беді Алидің, яғни танысып жүріп кету ықтималдығы бар ма еді? Негізі тартылып жатқан менің сөзіме дейін. Сонда мысалға былай елестететін болсақ, Али мен Галинаның той болып жатқан болуы да мүмкін еді қазіргі кезде, сен болмасаң. Получается, Бақдәулеттің ғана өзінің сезімі өзіне важны да, а қыздың ішіндегі ана жақта Алидің ішіндегі сезімдер не важны да? Мына жақта Бақдәулет дұрыс емес дедім, таза эгоисттік деп ойлаймын да, енді не қажеті бар еді? Егер сезім болса, осы студияда осы жаққа келіп бірден айта салуға. Жерде Шахмырза екеуміз Алиге айтатынбыз, енді Галина тәп-тәуір қыз, не болды сонша қашып, таныстықты бастадың ба, жалғастырмайсың ба деген кезде бір себебі бар дейтін. Сіз білмейсіз, бір себебі бар, бірақ мен сізге айтпаймын деп айтпай кетті. Сонда расымен де Бақдәулет сен болып тұрсың ба, сол себеп? Мен Алиге айтпауын өтіндім енді. Өйткені ол кезде Галинаның қатты бір Алиге дейтін сезімі қатты бар еді. Енді басылғаннан кейін сұрадым, әлде сезім бар ма деп. Уже баяғыда емес деді. Қазір Галина бұл ақпаратты қорытып алсын. Галина шок әсерінде отырған сияқты қазіргі таңда. Енді Бақдәулетке деген көзқарасы қалай екен? Бір адам хабарласып тұр студиямызға. Сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыз. Сәлеметсіз бе? Сезім бағы студиясына хабарласып тұрсыз. Естіп тұрғанымызға қуаныштымыз. Бұл Бақдәулеттің әкесі. Ораза қабыл болсын. Саламатсыздар ма, құрметті сезім бағының тұрақты көрермендері. Енді мына жерде болып жатқан ситуацияға қатысты өзіңіздің пікіріңізді білдіргіңіз келген екен. Өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз болады. Кешегі ситуация бойынша халық кешегі жағдай бойынша түсіндіре кетейін деген ғой. Өйткені интернет желісінде Галина қызымызды бір кісілер қолдап жатыр, біреулер жамандап жатыр. Ситуацияны мен сіздерге барынша түсіндіріп беруге тырысайын. 8 наурыз күні кешке Бақдәулет үйге анасына хабарласады. Құдай қаласа үйге барып қалуы мүмкін. Әлі белгісіз болып тұрды, шыққан кезде айтамын деді. Бірер сағат уақыт өткеннен кейін біз жолда келе жатып, папа уайымдамаңыз, бәрі нормально деді. Азында 9-дан өте баламен Шыңғыс есімді жігіт қатысушыларыңыз сіздердің. Келді үйге, қасындағы басқа достарың қайда деген Галина есімді қыздың әпшесі Шымкентте тұрады екен. Галина сол әпшесіне бола құттықтауға бола келген екен. Бақдәулетке айттық, балам сонау жерден кеп тұрса қайтар кезде үйден дәмауыз тиіп кетсін дедік. Аға, ол кезде Бақдәулет айтты ма қызға деген бір сезімінің бар екенін? Анасына айтқан екен алдында. Екі мәрте Галинаны мақтаған, жақсы көремін деп айтқан, бірақ Бақдәулет Галинаға бір рет та қатты сөйлеп пікір дұрыс айтпады. Сол кезде біз айттық, балам қыз баласына олай қатты сөйлеме. Сол кезде айтыпты мамасына да. Мама, мен ол қызға жаман болсын деп айтып отқан жоқпын. Жақсы қыз ғой негізі Галина деп сөйтіп білдірген екен. Тікелей жақсы көрем деген сөз болған жоқ. Енді бір сезім ұшқындарының бар екенін жеткізген ғой анасына. Галинаны табалдырға аттады деп айтып жатыр да, оған мен келіспеймін. Табалдырға аттау деген ол қалай десем болады. Баланың шаңырағына кіріп келатқан кезде орамалда анасы болмаса жеңгелері келіннің басына жауып үйге кіргізсе табалдырға аттаған болып есептеледі да. Ол орамал жайында болса да айтуға болады да, Камила ханым. Жастар ғой, дұрыс істемеген шығар, оны толық келісемін. Халық бүйтіп шулады да, орамал тағып кетті деп ше. Сіздер жаңағы комментарийларды оқып, Галинаны жақтау мақсатында хабарласып тұрсыздар ғой енді. Біз де қимаймыз, Галина бізге бөтен қыз емес, осы жерде бір емес бірнеше маусым отырған. Үйге келген қонақтың абыройсыз шыққан деген сөз жақсы емес та бізге. Сол себепті ол ешқандай табалдырға аттаған болмайған. Галина қызым, айналайын, естіп отырсаң, біз сіздер жайлы ешқандай жаман ойда емеспіз. Біздің дастарханымыздан дәм ауыз тиіп қонақ болып кеткендеріңізге көп-көп рахмет. Түсінікті аға, көп-көп рахмет сізге. Табалдырға аттау, ақ орамал жабу мәселесінде қалжыңдасу біз өте қауіпті. Соның төңірегінде енді біз орысша айтқанда хочешь, не хочешь, бұны біз талқылау керекпіз. Үйшіңіз аман болсын, Бақдәулеттің әжесін, анасын өткен 8 наурыз мерекесімен құттықтай кетіңіз. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет студиямызға. Бақдәулет балам Галинаға ұсыныс тастаған екен. Егер қыз қарсылық болмаса, қаңсып көрсін. Біз қарсы емессіздер. Біз әрқашан баламызды қолдаймыз. Рахмет аға, сау болыңыз. Рахмет сізге көптен көп. Біз әрқашан баламызды қолдаймыз. Естідің ғой, әкесінің не айтқанын. Неге айымдап баламның сөзін сөйлеймін деп хабарласып тұрған жоқ студияға. Сенің абыройыңды ойлап хабарласып тұр. Түсіндің ғой,
иә түсініп тұрмын, барлығында менің абыройым үшін кәдімгідей шырылдап осылып хабарласып жатқанын, Бағдәулеттің де шешім қабылдайды екен, қатты көңіліме тиіп отырғаны кезіндегі Бағдәулеттің өзінің эгоисттігімен менің сол кезде қатты қиналып кеттім ғой, кәдімгідей жігіттің артынан жүгірді деп. На самом деле ол жақта ол кезде енді қазір түсініп отырмын да, менде әлі мені ұнатады ғой, бірақ неге қадам жасамайды, не үшін мен ол кезде не үшін деген кезде айтпай кетті да маған бір причинасы. Мен ойлағам інім үшін шығар, сонда қазір шешімін біліп кәдімгідей шынымен де жағастырарлық жағдай болып отыр. Қарашы, сен мысалға Әлиге айтыпсың. Галинада сезім бар екені көрініп шықты ол кезде. Содан кейін кішкене уақыт кейін мен сұрадым Галинадан. Әлиге сезім бар ма әлі деген сияқты. Машинада кетіп бара жатқанбыз тоже, PlayStation'ға который. Сөйтіп енді жоқ менде сезім. Жүрегім бос деген келтірді. Галина айтты. Иә. Содан кейін күткен екен ғой жігіті. Түсінгені бойынша бұл 2-3 күннің немесе 2 аптаның әңгімесі емес. Және Бағдәулеттің жүрегінен Галина ендеше кәдімгідей орын алып үлгерген. Жігітте сәл бір кішкентай ғана сезім ұшқындары емес, кәдімгідей үлкен махаббат бар. Жарнама кезінде түрлі жағдайлар естіп жатырмыз мына жерде. Шымкентте жүрген ата-анасы барлығы хабардар, бірақ редакция алқасы біз жүргізушілер хабарсыз болыппыз. Диана, мынау ақпараттарды естіп жатсың, қандай ойың, қандай пікірің бар? Қазір бұл ақпараттарды естіп шынымен шок болып отырмын. Бір ауыз Алидің айтпағанына кішкене ішім реніш болып отыр да. Мен бәлкім Галина екеуінің қосылуына кішкене болсын септігімді тигізетін бе едім. Кішкене ішім ашып отыр да. Өйткені мен қанша мысалы осы сияқты қатысушылардың сөзі бар, мысалы артынан жүгірдің күшік құсап деген сияқты қанша халықтың сөзінің бәрін Алидің абыройы үшін мен жұтқан болатын да. Онда өйткені жақсы көрдім, реально менде сезім болды. Алидің жасырып қалғаны просто маған обидно болып отыр да. Али саған қалай айтатын еді оны? Диана, мен негізі Галинаны жақсы көрем, ренжімеш деп айтпайды ғой енді саған. Жоқ, иә? айтпайды, бірақ бір ауыз кішкене болсын бір ымдап қойғанда бәлкім сезімдерімді тұншықтырып Галина екеуін қосуға барынша тырысатын едім. Ештеңе жоқ, сен түріңе қарасаң бір шок болып отқандай. Сенің қасында тек көргеніміз Али қасында жүрсе болды саған. Алидің Галинаға деген сезімі болсын болмаса, сен ең бірінші Али мен Галина танысып бастағанда араларына түскен сен ғой. Вниманиесі саған берілген жоқ, сен оны тартып алдың. Содан кейін шок болдым деп айтпай ақ қойшы. Алидің саған сезімі бола тұра алдаса, түсінемін да. Алидің вниманиесін өзің сұрап алдың. Сұрап алғаннан кейін адам шок қалай болады ол? Мен ортада сезімді айттым, таңдау Алида болды. Сол кезде таңдауды қойып, Галинаның да таңдауына болатын еді. Менің ішімдегі состоянием қазір ешқайсың түсінбейсің менен басқа. Мен сол кезде айтқан болатын танысып отырған кезде. Менің жақсы көрген адамым менің көз алдымда бақытты болса, маған сол да жетеді деген. Реально егер де Галинамен бақытты болып, ішіндегі сезімі шынымен болатын болса, мен екеуін қосуға тырысатын едім. Егер де бір ауыз ымдағанда мен түсінетін едім. Бір минут мен түсіндіре салайыншы, просто мынақта Али как будто варианты жоқ болып Дианамен жүріп кеткен адам сияқты көрініп тұр ғой. Басында Дианаға сезім болмады. Амалың жоғынан жаңағыдай қысылғаннан отқан шығар енді. Бір кездері уже Али күл беріп, қолын ұстап бастады да. Вот содан бері сезімі ашылды негізі. Мен айтамын да, ол жерде сенің қасында амалың жоғынан отырған жоқ. Мен амалдың жоғынан деп айтқан жоқ. Мен негізі Алиді жамандағым келмейді. Не дегенмен мен таныстықта болған адам. Просто маған обидно болғаны деп жатырмын. Осыны бір ауыз кішкене маған айтқанда бәлкім ішімде сақтауға тырысатын едім. Бір нәрсені қайталай бермекші. Қыздар, пожалуйста, біреудің чувствосын обесценивать етуді қояқшы. Біріншіден, Алиді енді жеке біз араласып танымасақ та, мен былай танимын да өмірде. Алиді ондай адамгершілігі өте төмен деп, адам деп ойламаймын оның олай жасайтындай. Екіншіден, жігіт сүйген алады. Бағдәулет екеуі екі туып бір қалған емес. Егер жігіттің нақты сезімі болатын болса, Али деген өзі бір сөзді жігіт қой, Галинаға келіп сөзін салатын еді. Ол бір жігіттің сөзіне бола андай қылып сөз салмай қалды деген нәрсе негізі өтірік. Мен жағамды ұстаймын деген әңгімелер жалпы негіз керек емес деп ойлаймын. Еркек сүйсе, еркек шынымен сүйсе, ол алады. Қыз көнсе де, қыз жақсы көрмесе де бірдеңе алады. Если Алидің сол кезде Галинаға мен ойламаймын онда үлкен сезіммен болды деп ше. Бұл жерде Бағдәулеттің сезім басымырақ та, сондықтан бұл Бағдәулет до конца барып жатыр. Сенімен жұп болған кезде жігіттің сезімі Галинаға болған екен. Не дейсің оған? Камила ханым, актер екеніне прям шок болып жатырмын. Бұл жерде дейтін даже менен дейтін қаншама рет шан сұрап, арттан жүгіріп күшік сияқты жүрді. Галинаға сезім бар болса, сол кезде айта салуыңа болатын еді ғой, или сен слабыйсың ба? Өзімді алдандырғым келді. Амина, мен. Сен өз-өзіңді емес, мені де алдап тұрсың ғой, бүкілін алдап тұрсың ғой сен. Бетімді Галина қайтарады деген оймен басқа адаммен танысып көргім келді. Сен алданып қалған айырсың болмаш? Сен вообще сезім болған жоқ қой Бағдәулетке. Мен нақты отырсам бір как алданып қалған адам құсап. Алдандым деген араласпай қой, мен Бағдәулетке сұрақ қойып жатырмын. Қалай мен араласпаймын, пікірімді айтамын. Алдандым деген сұрақ болған жоқ. Бағдәулетке ғашық болып алды дейік, бірақ та Галинаның түріне қарасам, Галина бір бақытсыз бір әйел болатын сияқты болашақта. Бағдәулетті өйтіп түсіру керек емес. Сен де мына жерде айттың ғой. Я мен Бағдәулетке сезімі жоқ деп айттың. Вот тебе взаимно. Он тоже тебя не любил, ты тоже не любил. И все. Что ты хочешь? Ешқандай бір араларында түк жоқ дейін десек, қазір араларында үлкен бір жек көрініш бар. Мына жерде өзің отсың ба, жоқсың ба, маған тіпті қарамайсыздар, боқ ауыз деген кетіп жатыр мына жақта. Бағдәулет тарапынан лично неприязнь бар, кәдімгідей өзін андай еркек деп мен бұл Бағдәулетті еркектікке жатқыза алмаймын. Мысалға мен тарапынан ондай ештеңе болған жоқ ше. Лично неприязнь дегенім өткенде мысалға дайрект мен кәдімгідей дәу үлкен текстпен боқ ауыз сөз жазды и бүкіл жерден блокқа тықсады. Баланың шала деп айтпақшы. Даже группадан шығарып тастаған ғой. Обиженный мальчиктің тілі
жауапкершілігін істеп ше азатпен кәдімгідей боқтық сөз жазып тастады. Из-за чего деген сұраққа ол маған жауап берген жоқ. Бақдәулет, өзіңнен өзің ұйқыңнан оянып Аминаға мен Аминаны боқтап жіберейінші деп текст термеген шығарсың, иә? Менен ол қателік. Ау? Просто так жазып жүрмін. Менен ол Есің қателік. дұрыс емес па? Просто так жазып жібереді. Адам баласы өзінен өзі біреуді боқтамайды ғой, не? Осы жердегі нелер ғой. Күл бергендері бәріне. Сонда сол Ренішімді шығарып тастайыншы дедім. содан кейін бір айдан кейін оянып дәу текстпен боғау жазып жібересің ба? Сөйтіп тұрады да, маған гүл беріпті ғой деп есіңе түсіп жаза саласың ба сен? Бір жауапкершілігі жоқ, жаңа еркектікке жатқызбаймын Бақдәулет деп жатсың ғой. Хотя мен сыйласаң ондай сөздер айтпай қойшы, пожалуйста. Бақдәулет, сен де қыз баласына менің қасымда қатысушы қыздар, олар қыздар да менің араласып жүрген жақын адамдарым. Мені сыйласаң сен де ол қыздарды боқтамашы, пожалуйста, боғау ауыз айтып сөйлемеңді. Сосын Аминадан кешірім сұрай сал, бір ауызбен бір-бірлеріңе обидаларын сақтамай кешірім сұрай салшы. Міне даналық қайда жатыр. Галинаны мен де сыйлаймын, сондықтан Бақдәулет тарапынан мен бірінші атылған жоқпын. Галина, Бақдәулет маған қалай обращение жасайды, мен де солай обращение жасаймын. Бір жарнама бұрын Амина жылады ғой, көрдің ғой, Бақдәулет? Сұрамайсың ба кешірім? Микрофон қайшы, Галина? Ол жарайды, кешір. Дұрыстап сұра, Бақдәулет. Жоқ, мен енді басымды иіп сұрамаймын, кешірсең кешір. Жоқ, просто сен жазған сөздерің Кешір үшін дедім ғой, кешір. жазған үйтіп маған одолжение жасамай дұрыстап сұра. Дұрыстап сұра дедім, Бақдәулет кешірім қабыл емес. Үйтіп қатты керек емес. Жана араласпай тұра тұр. Жоқ, анда кетіп қатты сұрап, Араласпай тұра тұр. одолжение бермей. Олай сұрап керек емес, қасында қызы отыр ғой. Микрофон Микрофон таста түсіріп жатсың қыздың алдында. Микрофон таста. Қыздың Сен алдында приказ беретін қыздың кімсің алдында бізге? төмен түсіріп жатқан жоқ, микрофон таста дедім саған. Сен Араласпа дедім саған. араласамыз ба, сенің шаруаң болмасын. Біз қатысушымыз ба, өзіміз пікірімізді айтамыз. Боқтама маған, түсіндің ба? Ақ ит кіріп көк ит шықты ғой тегі. Таста, микрофонды Қандай таста, қандайсың? Диана. Таста дедім саған. Тастамаймын, сен кімсің маған приказ беретін? Тастамаймын. Бізде диалог жүріп жатыр, араласпа, Диалог жүріп таста. Микрофон таста. Кешірім сұрасын дұрыстап. Енді мынандай кешірім сұра дегеннен кейін сұралған кешірімің де естілмейтін сияқты ғой. Галина айтып отырсаң, Бақдәулет, мен үшін бұл жердегі қыздарды енді боқтамашы, кешірім сұрашы деп жатыр. Иә, мен сұрадым кешірім, Камил ханым. Тағы да сұраймын, кешір, если қатты айтсам. Қабылдайсың Иә, ба? тоным басқаша. Иә, қабылдаймын. Неге ол кешірім сұрамайды? Бақдәулет, сен бастан Сен, қызға келсін, ушықтырады. Мен негізі А, Галинаға жарайды, онда микрофонды сол үшін бергізгелі отқан едім. Амина, сен де Бақдәулеттен кешірім сұра деп айтама деп едім. Галина, Бақдәулет сенің жаңағы өтінішіңді орындады. Аминаға айтасың ба? Аминаны да қатты не істегім келіп тұрған жоқ, бірақ бірінші очередь бұл жерде Бақдәулет ер адам болып жаңағы кешірім сұраса, просто қарашы, мен не үшін кешірім сұра деп жатырмын. Ертең вдруг таныстық жалғаса береді. Сол кезде Амина келеді де бізге жаман негативін айтып отырады, саған тиісіп отырады. Мен ондай болғанын қалап отқан жоқпын. Сол үшін Болашағын ойлап отыр Бақдәулет. Енді Галинаның расымен де даналығын көріп отырмын да. Галинаға жаңадан бері қарап отырмын да, өзін қатты қинап жатыр деп ойлап тұрмын. Бұл жақта Бақдәулеттің тағдыры қазіргі таңда Галинаның қолында болып тұр да. Бақдәулетті ойлағаннан кейін ғана Иә, Айжан, мен айта кетейін. Жоқ, қиналып отырса айтсын, мен қазір де тұрып Мен кетіп ойлаймын. Бақдәулеттің сезіміне мүлдем сенбеймін. Менің ойымша Бақдәулеттің сезімі бар сияқты. Білмеймін. Сонау 4 айдан бері болып жатқан әңгімелер болғаннан кейін расымен де бәлкім Галинаға деген сезімі бар сияқты.